Қазақ ютубындағы кез келген жастағы көрермендерге арналған видеолар. Moto-play. Бай адамды кедейден не ажыратады? Неге Ассалаумағалейкум. Бүгін біз көшірілмейтін, яғни ютубта жазған комментарийлерді, пікірлерді қалай көшіру керек, соны үйренеміз. Мына жерде менің жауабыма қайтарған жауапты көшірейін десең көшірмейді. Міне мұндай қалай бассаң да, еңкейтіп бассаң да, шалқайтып бассаң да көшірмейді. Бұлай басып көшіре алмайсың, көшпейді ол. Оңай көшірудің жолы телефонымызда бір программа болу керек. Ең алдымен бұны суретке түсіреміз, скриншот жасаймыз. Болды. Жаңағы фотоны ашамыз. Ашқаннан кейін мына жағында бөлісу деген тетік бар. Мында тұр. Мына жерде смарт ленис деген бар. Осы программаны жазып алыңыздар. Сосын көшірмекші болған жерімізді ғана қоршасақ болады, сол жеткілікті. Мына жердегі ағылшынша сөзді көшірмекші. Бұны жазып жүру маған әуре. Болды. Суреттің үстіндегі жазу көшірілді. Бұл тек ағылшын тілін ғана емес, қазақ тілінде көшіре алады. Өте керемет. Кірістер жасаған. Бұлай суретке түсіреміз. Мына жерді басып көріңіз, міне тақырыбын. Қазақты бай қылатын 4 мүмкіндік. Осы бауырымыздың каналына жазылып алыңыздар, негізі. Өте идеясы керемет, үйренуге татитын жастардың бірі. Мен суретке түсіріп қойдым. Енді жаңағы әдіс. Мен қазақша түсіре алатын дәлелдеу үшін сіздерге көрсетіп жатырмын. Тағы да сол смарт ленис. Тағы да көшірмекші болған жерімізді көшіреміз. Егер де сіздерде бір документтер болса, оны қағаздан осы электрон форматқа өзгертуге келетін болса, осымен жай ғана фотоға тартсаңыздар болды. Бүкіл әріпті сізге электронный форматта теріп береді. Міне, көрейік. Қазақты бай қылатын 4 мүмкіндік. Өте керемет. Менің де каналыма жазылып қойыңыздар. Соңғы кезде уақыт таппай жүрмін. Бұйырса тағы да қазақ тіліндегі ең қажетті білімдерді жинауға тырысамыз.